Ертіс өңіріндегі Қазақстан электролиз зауыты жыл соңына дейін 258 мың тонна бастапқы алюминий өндірмек. Бұл былтырғы жылға қарағанда 4 мың тоннаға артық. Еліміздегі бірегей өндіріс ошағының экспорттық әлеуеті зор. Бүгінде өндірілетін қанатты металл алыс жақын шетелде жоғары сұранысқа ие. Электролиз зауыты жылда қандай көрсеткіштермен тәмамдамақ? Бұл туралы тілші материалында. Зауыт А8 және А85 маркалы 20 келілік алюминий құймаларын шығарады. Өндіріс ошағында экологиялық талаптарға сай заманауи технологиялар қолданылады. Өндірісті дамытуға Қазақстанның даму банкі Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымы қолдау көрсеткен. Қаржы институты осыдан 8 жыл бұрын 15 жылға 400 миллион доллар көлемінде несие ұсынған. На сегодняшний день мы можем... Бүгінде компания жобалық қуаттылығына шығып, табысты жұмыс істеп жатыр. Өнім Лондон металл биржасының айналымында бар. Сәйкесінше сұраныстар жоғары. Бұл экспортқа бағытталған кәсіпорын қазіргі таңда Қазақстан үшін қосымша құны жоғары өнім өндіру аса маңызды. Бүгінде павлодарлық қанатты металдың 90% шетелге жөнелтілсе, қалғаны ішкі нарықтың сұранысын өтейді. Ресей мемлекетіне, Өзбекстан, Беларусь мемлекет, одан әрі оңтүстік орталық Европаға мемлекеттеріне жіберіледі. Бірақ та ішкі заводтарды пайдаланады. Мына біздің Павлодар өңірінде орналасқан машина дөңгелектен жасау фирмаға өткен жылдан бастап біз сұйық түрлі өнімді жібереміз. Алдағы уақытта өндіріс қуаттылығын ұлғайту мақсатында электролизердегі тоқ күшін арттыру көзделген. Стратегиялық жоспар негізінде өндірілетін алюминий жыл сайын 4 мың тоннаға артып отырмақ. Сондай-ақ зауыттың екінші кезегін салу бойынша келіссөздер жүргізіліп, техникалық, экономикалық негіздеме әзірленуде. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков, қорытынды жаңалықтар, Павлодар.